musulmanның жаны доттар, ал енді көңілінде қанағат бар. Әуелі жаратқанға мадақ болсын, пайғамбарға айтылсын салауаттар. Шығыста медресенің ашылуына қаншама үлес қосты азаматтар. Шымкенттен бауырлар үнін қосты, Семейден де кеп жатқан жамағат бар. Қуаныш құтты болсын мұсылмандар, ешқашан ермес екен жаманаттар. Бісміллә деп шашайын шашуымда, Алладан өлең деген аманат бар. Кәлимаға қояйық тіл келтіріп, Ла илаха иллаллах, Аллаху акбар. Бал тамған ақындардың тілі шынан, қан тамған батырлардың қылышынан. Ассалаумағалейкум мұсылмандар, дәм татқан ынтымақтың ырысынан. Алланың құдіретімен міне бүгін медресе ашылуда шығысымнан. Жар болып қазағыма жалғыз Алла, баршаға қуат берсін дін ислама. Керегі мұсылманға дұға дейді, керегіңді Алладан сұра дейді. Бүгін барлық тілектер орындалар, жеті күннің ұлығын жұма дейді. Шығыста ашылыпты тұңғыш медресе, бұған да санаулылар куә дейді. Қазақша бұл нәрсені бір керемет, орысша действительно чудо дейді. Ағайын құтты болсын медресе. Арнайы алдырды ғой мені кеше, Семейді айтқан кезде мақтанамыз. Абайдың елі ғой деп көбінесе. Тәпсіменен Алланы зікір етіп, нәпсіге жібермейі көміресе. Шығыстағы байқасам ел жұртымның қуанып келіп отыр көңілөсе. Осындай медресемен жарасады, бұл енді Ұлабайдың елі десе. Қазағым қари хафиз ұл тілесе, жүрегін жарық қылар нұр тілесе. Осындай медресемен жарасады, бұл жұртты шәкәрімнің жұрты десе. Қуаныш құтты болсын туған қалқым, байқасам асығып тұр имамдар тым. Аман бол, бұл жалғанда дүние емес, ақыреттік азығын жиған қалқым. Осында мұсылмандар байқап тұрсам, оқыған халифа абдамның иман шартын. Қалекемнің өшпейтін шырағы тұр, осында Абдрахимдей қыраны тұр. Ағайын 5 күн жалған сынақта сүрінбесең, алдыңда жаратқанның жұмағы тұр. Кіріңдер мына ашылған медресе, ішінде шариғаттың бұлағы тұр.
Меккеге барсаң дағы Әл-Харамда халифа атамның аударған Құраны тұра. Балғынбек тау суындай тасып өтсін, ел жұртын өлеңіне ғашық етсін. Қарилар мен хафизлар көптеп шығып, Құдайым ниетіңді асыл етсін. Халифа Алтай мешітін мен ашып ем, енді балаң медресені ашып өтсін. Осыған үлес қосқан құлдарының бәрін Аллам жәннатты нәсіп етсін. Алла разы болсын. Баршаларымыздың дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Осындай оқу орындарын ашыла берсін. Аман болыңыздар иншалла. Бұл жерде Қалқаман ағамыз келген осы жерде естіліп тұрып шыққан жоқпыз. Әлі қызмет құтты болсын деп ойлаймыз иншалла. Басқа азаматтарға да Алла қуат берсін. Алла жаста 2-3 жыл келіп жатыр бізге қазір. Осы мешітке қызметке келіп, ол кісілермен Алла өзі қамқорлықтар. Тағы қосымша аман болыңыздар. Бір болайық, ірі болайық, және тірі болайық. Алла бірлікті бізден алмасын. Хадисте айтылғандай, адам баласы мені еске алатын болса, мен де оны еске аламын. Кім Алланы еске алатын болса, Алла Тағала біздерді еске алады. Кім Алла Тағаланың дініне жәрдем беретін болса, Алла Тағала оған жәрдем береді деген. Міне сол Алла Тағаланың жыны, Алланың кәләмі ұлықтайтын осындай бір орынның ашылуына осы жерде қаншама азаматтар себеп болады. Ол мына жерде жаңа Ербол көбісі айтып жатыр, осы мекеменің алынуына себеп болған мынау шырайлы Шымкентте келіп отырған өмір серікпен Бақтығали бауырларымыз бар екен. Одан кейін семейден азаматтар, осы жергілікті азаматтардың барлығы өздерінің үлесін қосып, сауап іске Алланың дінін жаюға өздерінің үлестерін қосып. Алла Тағала разы болсын. Құлдық, бақыт. Алла Тағала баршаларымызды мұсылман қылып жаратты. Жаңағы Құдси хадисте айтқандай, бізге ненің жақсы, ненің жаман екенін, оның барлығын Алла Тағала біздерге көрсетіп қойды. Міне сол Алла Тағаланың ісіне амал жасап, осындай бір сауапты нәрседен құр қалмайық деген мақсатпенен баршаларыңыз жиналып жатсыздар. Алла Тағала қабыл қылсын.